Мына қыздар тұрды ма екен, ей? Тал түс болған жатпайтын шығар енді. Лола, қызым, Лола. Мына қыз бір. Лола, тұрсаңшы енді, бөлменің барлығы ауа сасып кетті ғой. Кішкене терезе ашып ауа кіргізіп қоймайсыңдар ма? Лола. Лола деймін. Мам, қайырлытан не болсын шамадай таң атпай? Қайдағы таң атпай? Түс атпай де. Не, түс болып қалды ма не? Я? Сен қызға не болған өзі? Тал түскен ұйықтап. Ой, мам, жалғыз мен емес қой. София да солай ұйықтайды ғой. Сонда да барлығын айтатын бір сөзім ғой енді, тұрыңдар деп мен ғана шауып жүрейін дегем. Тез тұрыңдар, тамақтарын ішіңдер. Аналар тамақтарын пісірді ма? Иә, пісіріп жатыр. Олар да бір түске шейін ұйықтап. Айналайын, олар сенен бұрын тұрған. Мам, қойыңызшы, бір нәрсе болса солар жақтап шықпай. Қазір барам. Я, тез болыңдар. Мен Софияны оятып келейін. Ол қызды. София. Мен барлығын жаппайын. Я. София. Мына қызда еш жоқ бір. София. Ау, мам. Тұр. Тағамдарын ішіндер, тұр, беттерін жуып. Қазір. Мәссаған, қызым, мынаны өзің салдың ба? Иә. Әдемі екен. Иә, рахмет. Жақсы, тез киімдерін киіп астыға түсіне жарай ма? Жақсы, мен сол жақта күтейін. Бүгін не кисем болады? Бір басқаша өзгеше киім киейінші. Давайте осыны киейін. Үнемі көйлекпен жүрем. Бүгінше осыны киіп, қызметшілерімді таң қалдырмайын ба? Корона киім екенін. Жоқ, жүріп осыны кие берейін. Так. Оң жақшам бар екен. О, қайырлытан, София, қалайсың? Жақсы. Бүгін өзгеше киініп алыпсың ғой. Иә, бір басқаша образ болсын деп, мен де сөйтейінші. Қоя, менен қайталай беруінді доғаршы. Қойыш қайталап жатқан жоқ ғой. Мынаны қойма. Той, екімізге бірдей болып қалды ғой. Не болды бірдей болсам? Той, Лола, сен мен кішкентай кезімнен бері неге, не істеймін, соның барлығын қайталап келе жатырсың. Енді өскенге шейін сол әдетіңді әлі қоймайсың ба? Қойшы енді жарасып тұрғасын киеміз да. Жарайды. Айтпақшы, София, иә. Кеше Жазира жұмыстан шықтым. Иә. Енді содан, анам ана ақшаны кері сейфқа салып қойған жоқ па? Соны бүгін кері алып алайық. Иә, ұмытып кеттім ғой. Как раз анам төменге түсіп кетті. Жүр кет, бірге алып келейік. Иә, қазір. Жүр, тез. Жүр, тез. Қазір. Папа жұмысқа кетіп қалған ба? Иә, енді ешқандай жасады жоқ қой. Жүр. Вау. Осылардың тең жарысы неге бізге мама беріп қоймайды екен? Соны айтам. Мынаны қараш. Әдемі, иә. Жарайды. Ой, мына орнына қойып қойшы, қоя алмай жатырмын. Ой, оған не дейсесің? Бізге ақша керек, ақша. Иә, дұрыс айтасың. Айтпақшы, Лола, иә. Сен бір сыртты қарап тұршы. Неге? Біреу кіріп кетер. Ешкім кірмейді. Той сонда да қарап тұршы, мен ақшаны ала берем. Ой, жарайды, тез болында. Иә, қазір. Қайда кеттім? Айтпақшы, камераны өшіріп тастайық. Иә, әйтпесе мамам көріп қой мүмкін. Қазір. Ой, өшірсеңші. Ой, қазір. Мына балконда осы не бар? Клуб кіреміз екен. Иснай. Біздің негізі қала өте керемет қой. Бақ шіркін. Мұнда тіпті сыпырғыштардың біреуі де алмап кір жаңасын алу керек екен. Телефоным қайда, бөлмемді ұмытып кеткен сияқтымын. Ауа қандай керемет. Жатырайын.
қазір мен ақшамға кетіп қалды. Істеп аштым. Вау, ой, вау, қандай күшті. Қызым, сен мұнда не істеп тұрсың? Мам, сен мұнда не істеп жүрсіз? Сен мұнда не істеп жүрсің? Кім рұқсат берді саған кіруге? Ой, қызым, сонда осы ақшалардың барлығын сен ұрлап жүрсің бе? Жоқ, мам, мен емес. Енді кім? Білмеймін. Жоқ, мына жерге салып қойып жатқам ғой. Қызым, қасында кім бар тағы? Лола. Не болды? Бар, ала бер шеш. Нені ала бер шеш? Мам? Сіз, Лола, мен саған сыртта тұр деген жоқ ма? Қайда кетіп қалғансың? Ой, мен сыртта тұрғам балконға. Тоқтаңдаршы. Не кім-кімнен нені жасырып жүр? Мен ақшам неге алмақшы болдыңдар? Кім берсіңдер ақшамды? Сонда екеуі менің ақшам... Қалай ұялмайсыңдар, София, Лола? Қыздарым, сұрасыңдар, беремін ғой. Сендерге де кеше ғана ақшаның барлығын берген жоқпыз ба? Әкең екеуміз. Сендердің кестерінен Жазира жұмыстан шығып кетті. Қатты ауыр сөздер айттық. Қалай ұялмайсыңдар біреу солай сыртына ғайбаттауға? София, сен үлкен емессің бе? Мам, мен емес деулеріңді қойыңдар. Қашанғы осылай жүресіңдер? Мен сендерді әбден осы уақытқа шейін жақтап болдым, тойдым, еркеліктеріңе көндім. Енді жетер, өз-өздеріңді ұстай алатын жасқа жеттіңдер. Дереу, қазір мен Жазираны кері жұмысқа шақыртам, кешірім сұрайсыңдар. Жоқ, мам, мен ешқандай қыздан кешірім сұрамаймын. Мен де сұрамаймын. Айналайындар, еще как сұрайсыңдар. Не үшін сұрауымыз керек біз одан? Себебі мен ақшамды ұрлаған сенсіңдер, ал біз оған бекер жала жаптық. Қалай? Біреу жұмыстан шығартып, оны бей-жай өтіп кетесіңдер. Оның көзінің жасына аққан жас сендерге бәрібір, мам? Я, бәрібір, мам. Жап аузын сен, Лола, әбден құтырып біткенсіңдер. Әкең екеуміз бекер сендерді еркелетпіз. Қыздарымыз ұрлықшылар деп кім ойлаған? Қазір мен әкелеріңге соғам. Жоқ, мам. Телефон шалмай-ақ қойыншы. Шалмай-ақ қойыншы, әйтпесе әкем ұрсады. Маған бәрібір. Кімде-кім тыңдамайды, мен соғам. Жарайды. Жазира жұмыс қалдыртыңыз. Біз одан кешірім сұраймыз. София, жапшы аузыңды, Лола. Сұраймыз. Солай болсын. Қазір мен жұмысқа шақыртам. Сұрайтын болыңдар, ештеңені білмеймін. Сосын келесіде сейфтегі ақшаға да, алтындарға да еш нәрсе тиісуші болмаңдар. Біздің рұқсатымсыз. Лола, мен сен сыртта тұр деген жоқпын ба? Мен қайдан білейін? Оның кеп қалатын білмедім. Жай ғана балконға шығып қарағым келген. Не, өмірінде ауа көрмей жүрсің ба? Табиғатты жетеді ғой, өзіңнің терезеңе барып қарамайсың ба? Өмірде бірінші рет көргендей. Сен де бір бәрін құртасың. Жүр енді. Ана кемпірден енді жалынып кешірім сұрау қалып еді бізден. Сұраймыз енді, жүр, не істеп тұрсың? Жүрайт. Сәлем, Аян, қалайсың? Сәлем, не істеп жүрсің мұнда? Сен жұмыстан шығып кетудің ғой. Бұл жерге мен Айлуна ханым шақырып еді. Бара бер, секретар шығар. Жүрайт. Сәлем, Айсұлу. Мәссаған, Жазира, мұнда не істеп жүрсің? Мен Айлуна ханым шақырып еді. Не жайында? Білмеймін, келгесін айтам деген. Срочно ма? Срочно. Қазір онда. Айлуна ханым, сізге біреу келіп тұр. Жақсы. Жазира жан келіп қалдың ба? Ханым, неге шақырдыңыз? Ханым деп сылмай-ақ қойшы. Сенімен бір әңгіме бар еді. Айта беріңіз. Қазір. Лола, София, бер келіңдер. Сен кесірінен кешірім сұрау қалып еді. Жүр енді. Мам. Не болды, мам, неге шақырдыңыз? Неге шақырдың дегенде... Айналайын, амандаспайсың ба? Сәлеметсің бе? София, бұл жерде амандасатын екеуін. Жүрейді, мам, кешірім сұраймын. Қысқасы,
Жазира, сен бізді кешір. Ақшаны сен алмағанды білеміз. Иә, мен сіздерге барынша соны түсіндіруге тырыстым, бірақ өздеріңіз құлақ аспадыңыздар. Мен ақшамды София мен Лола алыпты. Одан сенің артынан кір келтіріп, жала жапқан. Сондықтан сол істеріне өкініп, қыздарым кешірім сұрайын деп тұр сенен. Менен? Иә. Ал София, Лола, бастаңдар. Жазирам, сен бізді... Ой, мам, мен сұрамайым. София, осы сұрамасаң, білесің, әкеңге соғам. Жарайды. София, жарайды. Бізді кешір. Иә, артық кеттік, білеміз, кешір. Жоқ, мен ешкімге ренжіген жоқпын, жай соны түсіндіру үшін келгенім. Жарайды, Алуна ханым, мен барлығын түсіндім. Мен кете берсем. Қайда? Жұмыс істемейсің бе? Қайдағы жұмыс? Иә, мам, жұмыс істей берсің басқа жағына. Тұра тұршы сен. Жоқ, енді Жазирам, білесің, сен ақша ұрламадың. Енді кері жұмысқа кірмейсің бе? Мен өзім қате түсініп, мені кешірші. Жоқ, Алуна ханым, кешірім сұраудың қажеті жоқ. Мен ешкімге ренішім жоқ. Бірақ мен бұл жұмысқа кері келе алмаймын. Өзім жаңадан жұмысқа кіріп қойдым. Сол жерге баруым керек. Айлығы да жақсы. Қойшы енді, Жазира, келші енді. Жоқ, кешірім сұрайым. Той, Жазира, келші енді. Біз саған әбден үйреніп қалдық. Айсұлу, өз орныңды біліп, жұмысын істе. Жарайды. Бұл жерде сөйлейтін мен, София. Сендер ар жаққа барыңдар. Осылар да бір. Иә, Жазира, қалсаң жақсы болатын еді. Біз сізге үйреніп қалдық дегендей. Жақсы жұмыс істейсің негізі. Иә, барлығы куә ғой. Сіз негізі жұмысты өте жақсы атқарасыз. Өтініш қалыңызшы. Тіпті үстіңізге айлықты көбейтіп берсем болады. Жоқ, маған ешқандай айлықтың қажеті жоқ. Маған 200 000 теңгеде жарай береді негізі. Бірақ жарайды енді, қайтадан кірсейін. Ол үшін айтасыз ба? Иә. Бұл керемет жаңалық болды. Иә, бізде енді айып етпеңіз, сондай бір қателескен жағдайымыз болды. Енді адам қателеседі ғой өмірде. Иә, әрине түсінемін. Сонда бүгін қайтадан чемодандарыңды алып кел. Яғни күйеуің қарсы болмаса әрине. Жоқ, қарсы болмайды, уайымдамаңыздар. Жарайды, онда қазір келем, үйім осы жерде тиіп тұр. Барып келе ғой. Жарайды, рахмет. Ой, міне, енді дұрыс болды.